Елімізде зейнетақы мен жәрдемақы өседі. Министрлік бұл туралы мәлімдеме жасады. Сәлеметсіз бе? Бұл хабарламадан басқалардың хабардар болуын қаласаңыз, бейне астындағы лайк түймесін басып, арнамызға жазылыңыз. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Қазақстанда 2023 жылы зейнетақы мүгедектік бойынша жәрдемақы атаулы әлеуметтік көмек жұмысынан айырылған жағдайда төленетін төлемдер мен асыраушысынан айырылғандар алатын жәрдемақылардың мөлшері қалай өзгеретінін түсіндірді деп хабарлайды Массагет-кз. Мүгедектік бойынша жәрдемақы мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшері мүгедектік тобына және себебіне, сондай-ақ қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасына байланысты болады. 2022 жылы бірінші топтағы жалпы аурудан мүгедектігі бойынша жәрдемақы мөлшері 71.787 теңге, екінші топта 57.206 теңге, үшінші топта 38.885 теңгені құрайды. 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшері КД шамасының өзгеруіне байланысты 8,5%-ға артатын болады. Бірінші топтағы жалпы аурудан мүгедектігі бойынша жәрдемақы мөлшері 77.889 теңге, екінші топта 62.068 теңге, үшінші топта 42.190 теңгені құрайды.